Қазіргі таңда смартфон бұл әрбір адам үшін қымбат емес ойыншық тәрізді, әрі байланыс үшін пайдалы құрылғы. Қаламызда мобильді сауаттылықты арттыру бойынша өткізіліп жатқан тренингтер жалғасуда. Осымен 3-ші рет өткізіліп отырған тренинг тақырыбы мобильді мемлекет деп аталады. Digital Life бағдарламасы Қазақстанның 16 қаласында жүргізілуде. Аталмыш тренингтің ұйымдастырушылары алматылық E-Event компаниясы және біздің бірінші солтүстік телеарнасы. Вы можете выбрать раздел настройки, где настроить уведомления. Уведомления мы тут представлены в нескольких видах. СМС-сообщения, конфигурации уведомлений и пуш-уведомления. Азат Абдрахманов аталмыш тренингтің жүргізушісі болып таңдалғаны тегіннен тегін емес. Ол орталық Азия аумағында көрсетілетін жаңа технологиялар туралы матрица бағдарламасының жүргізушісі. Бүгінгі мастер-класс Егов қосымшасына арналды. Ұйымдастырушылардың айтуынша бүгінгі тренинг тақырыбы келушілердің қызығушылығын танытпай қоймайды. Олар Егов бағдарламасын өздеріне жүктеп алды. Бағдарлама мен ойымша жастарға жақсы, өзінің септігін тигізеді, осындай бағдарламалар жиі өткізіле берсін. Тренинг өте қызықты және пайдалы өтті. Яғни бұл мобильдік приложение арқылы телефонға қаржы салуды және де басқа да штрафтарды төлеуге өте ыңғайлы екенін білдім. Аталмыш мастер-класстар 2 ай көлемде өткізілетін болады. Әлі 5 тренинг өткізу жоспарда бар. Мастер-класс соңында ең белсенді қатысушы аталатын болады. Жеңімпаз арнайы бірінші солтүстік арнасынан сыйлыққа ие болады.